Ассаламу алейкум, қалдарыңыз қалай? Мен домда тұрғанда балконға шығып тұрып, жаңағы мен таза ауаны жақсы көремін негізінде. Бірақ мен жер үйде тұрамын. Мен балконым мынау. Сіздер постоянно көріп жүрген қора. Терезені ашып қойып, мына терезені ашып қойып отырмын. Маған последнее время көп сұрақ келіп жүр. Сол сұраққа жауап ретінде осы видеоны түсірейінші дедім. Қалай дұға қыламыз? Қыздар, дұға любое время қабыл болады. Әсіресе таң намаздан кейін, намаздардан кейін, түнгі тахаджуд намазы, бірақ оған шектеліп қалмайық. Себебі намаз оқымайтын адамдар да бар ғой, олар қайтеді. Олар да дұға қылғысы келеді, оқымайды дегенде оқи алмай, намазға келе алмай жүрген деп айтайықшы, иншалла келсін оларда. Аллах тағала жүректеріне хидаят берсін. Енді дұға любой время қабыл болады, жүректен шыққан кезде. Болды. Бірінші дұғаны қылған кезінде ең бірінші Алладан бірдеңе сұрамас бұрын, бірінші Аллаға мақтау айтамыз. Қалай? Алланың жаңағы зікір айтамыз. Субханалла, альхамдулилля, Аллаху акбар, ла иляха илlallah, любойын. Субханалла, Аллах тағала бүкіл кемшіліктен пәк. Аллаху акбар, Аллах ұлы, Аллах ұлы. Ла иляха илlallah, Алладан басқа тәңір жоқ. Альхамдулилля, Аллаға шүкір деген мағынаны білдіреді. Мына тез сөйлеп жатқаным, мынаны бітірейін деп жатқаным ғой. Үлгерейін деп. Енді бірінші Аллаға мақтау айтамыз. Одан кейін пайғамбарға салауат айтамыз. Сіздерге енді Я Рахман, Я Рахим, Алланың 99 көркем есімдерін айтсаңыз да болады. Любойын. Мен айтатын болсам, Я Рахман, Аллах Тағаланың мейірімі. Аллах Тағала мейірімді. Я Рахим, Аллах Тағаланың мейірімі шексіз деген мағынаны білдіреді. Осыны 3 рет айтамыз. Я Рахман, Я Рахим. Түсінікті ғой, 3 рет жазып алыңыздар. Я Рахман, Я Рахим 3 рет айтамыз. Одан кейін барып салауат айтамыз. Салауат деген не? Мұхаммед пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға салауат айтамыз. Яғни Аллахума солли аля сайдина Мұхаммед ва аля али сайдина Мұхаммед. Ескертіп кетейін, салауат пен истигфардың түрі көп, қайсысын айтсаңыз өзіңіз білесіз. Енді мағынасы Аллах Тағала Мұхаммед пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам пайғамбарымыз сенің игілігімен, сәлемің, берекетін болсын деген мағынаны білдіреді. Осыны 3 рет айтамыз. Содан кейін барып дұға қыламыз. Енді дұға қылған кезінде бірінші өзіңізге дұға қылыңыз. Аллах Тағала ақыреттік и дүниелік. Аллах Тағала мен намазымды маңдайым сәждеге тигізе көр. Ең соңғы сөзім шын жүрекпен айтылған калима болсын, салихалы ұрпақ, өзіңді де иманды қыла көр деп ақыреттік өміріңізде жәннатты нәсіп еткесін, мен қабірдің азабынан сақтағайсың деп, одан кейін дүниенің дұға тілектерін барлығын айтып, бала шаға не бар бәрін ухачиска, субачискаға дейін бәрін общий сұрап, ең соңында әруақтарға да жәннат сұраймыз. Оларды да қабірдің азабынан сақта деп сұраймыз. Ауыз ашатын кезде де осыны да дұға алсаңыздар болады. Вообще күшті керемет қабыл болады. Обязательно.